Ассаламу алейкум, шпинатный рулет дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып, жұмыртқамыздың ағына тұз салып, миксермен шайқаймыз. Әппақ көбік болғанша осылай формасын ұстау керек. Енді шпинатымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын салып, блендермен езіп, үстіне ұн, қопсытқыш салып, тағы да жақсылап блендермен езіп аламыз. Енді үстіне жұмыртқаның ағын лопатканың көмегімен біртіндеп сала отырып, араластырып, жақсылап қамырын дайындап қоямыз. Дайын қамырды пергамент қағазының үстіне салып, осылай тегістеп жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Суығаннан кейін бетіне творожный сырымызды салып, жағып, содан кейін үстіне семга балығын салып, енді рулетімізді орап, қалауынша кесіп, дастарханға ұсынуға болады.